Бұлар не екен туған? Не дейді? Грунт для пальмы не дейді? Фикусов. Içinde kum var mı? Bayağı biyogumsқа ұқсас нәрсе бұл. Топырақ. 10 литр дейді, а? 10 литр. Ова, мына 10 литр қанша жерге жетеді мысалы? Я. 10 литрлік идишке салып кетеді. 10 литрлік идишке салып кеткен. Бұл өсімдіктерге мындай күш қуат береді ба өсішіне? Жетілісіне? Азот бар біріншіден, екіншіден фосфор бар, үшіншіден калий бар. Азот, фосфор, калий аралашқан құм кен да бұл, топырақ. Қанша сом бұл? 100 сом дейді. Бұл жо азбука роста для рассады дейді. Бұл қанша сом? Жоқ, тақырмыз. Мына қанша сом ака? 100 сом олда. Бұл дәле 100 сом дейді. Ало? Мыналар сізден баба? Мына сүмелөкө будай қанша сом? 30 сомнан. 30 сом. Жаздық будай урық, не дейді? Тритикале сорт дейді. Кармовай будай. Ярик кармовай дейді. Кармовай. Суғатқа толқа. Суғат жерге. Бұл қанша сом? 27 сом. 27 сом дейді. Жаздық арпа урық, гетман дейді. Суғатқа қайраққа. Екеуіне тең болу өрет. Суғат жерге да, қайрақ жерге да болу өреткен. Бұл қанша сом? 27-ден бірі аз әлі қалды бұл. 1 гектарға қанша кетеді ака? 200 килограмм. Суғатқа 180 кетеді, қайраққа 200 кетеді. 180 кететкен суғат жерге. Қайраққа 200 килограмм кететкен. Бұл қанша сом дедіңіз? 27 сом дейді. Мына мәка ұрықтаршы? Ал, италиянықы. Итальянский. Жүгері ұру екен. 600 дейсіз бе? Майамиси ем келеді. Майами келеді. Гидросы келген да. Гидросы күшті да. 600 дейсіз бе ака? Бұл фао 700 да. 600 сом, а? Бұл яқа бір қап берген мен гидросы. Гидрода да бір қап берген. Мына ке... Мына қанша сом? Китайский, а? 250 сом дейді. О, мына пияздың ұрықтар екен. Бұл сізден бе? Жоқ, 1200. 1200 сом дейді мына. Қанша килограмм кетеді 1 гектарға же 1 сот? 1 гектарға 12 жазғы сорт екен. 1 гектарға 12 килограмм кетеді екен. Басы қанша дедіңіз? 1200 сом екен. Киласы бі? 170 күнде пышат. Жазғы ұрық. Жазғы ұрық екен. 170 күнде пышат дейді. Килограммы? 100 тоннаға чейін. Я. Гектары 100 тоннаға чейін. Түшім алауы. 1 гектардан 100 тоннаға чейін түшім алады дейді. Бұл чо? Бұл дәл ошонда. Бұл дәл ошонда екен. Басы дәл ошонда, я? Бір дейлі. Охо, бұл жерде ұрықтың түрі бар екен. Мына нелі? Лоя қанша сом бұл әже? Лоя қанша сом? Пашкасы 20 сом. Пашкасы 20 сомдан. 120 дейсіз бе? 20 пашка, оны пашкалап қойған. Мына 120 сом екен мұнеке. Нол не? Зеленый горох. Зеленый горох дейді. Жашыл горох екен. Бұл қанша сом? 50 сом. 50 сом дейді. Мыналаршы? Кашнуч. Кашнуч екен. Бұл қанша сом? 20 сом. Мына ушул қанша жерге жетеді мысалы? 5 квадрат кетеді. Мыналар зиреу не? Укроп па? Укроп қанша сом ече? Укроп қанша сом? 20 сом дейді мына укроп. Так, бұл майда өсімдіктер екен. Мынау нелі? Тесқа бар емес бұл. Ова, бұл қанша сом ече? Киласы 50 сомдан. Бұны жемге, малға баққанға қышқа мұздабайды. Тұра өреді. Барда алу іштете өресі. Қаншта? Мәке. Оригиналы железный купорос дейді. 1 килограмм дейді. Бұны тарттық бая. Бақтараққа севе тұрған. Дар екен.
O geç bayağı bir. Мынау жүгөр башкача го, а? Не деген урук бул? Масличный сорт. Масличный. Жогору. Майлуулугу жогору жүгөр экен. Жагымдуу, тез семирип атат. Канча мунун килограмм? Килограмм 300 сом. Анан кийин сорт кайра эле өзүнөн эге берет. Өзүнөн түшүм алгандан кийинби? Ооба, кайра эле ошо түшүмдөн эгеле берет. 300 сом дейт достор. Ушундай болуп жетилет экен да. Ооба. 1 гектарга канча килограмм кетет? 1 гектарга 25-26 килограмм. Себеби дан чоң. Анан Анан мындай кармаганың деле өзү билинет, салмак бар. Ордукпу? Тыгызбы, а? Ооба. Тыгыздыгы тыгыз экен. Жиш тыгы жакшы. Мынакей достор. Ушундай болот экен түшүм. Берки макалар бир челеге 10 кило чыкса, бул 12-13 кило чыга берет. Айырмачылык. Айырмачылык ошол. Анан муну майын алабыз дедик эле этелбедик, буулап алат экен майын. Анан мал койго багыттап бердик эле, мал кой жакшы семирип атат, тез семирип атат. Бул дарыленген ооба. Өзү кызыл, бирок дарылат. Масличный кукуруз. Негизи майлуу кукуруз экен да бул, а? Ооба, майлуулугу жогору. Майлуулугу Мал жогору. койго жагымдуу, тез семирип атат. Булчу? Бул дагы ошонун сарысы эле. Ушунун эле сарысы ба? Ооба. Бул деле 300 сом. Бул деле 300 сом. Анан сорт бул дагы эле. Бул дагы эле сорт. Эмки жилеге бересиңер. Мен бу ел 5-жилегем. Кукуруз деп. Шикаван. Мына жерде. Мынакей. Масличный кукуруз. Номерин жазып алыңыздар достор. Бийик болот экен да бул, а? Ооба, 3 метрге чейин өсөт. Анан мына чоң сотону кара, семиз. Шуну мал жеп коюп атат. Мында чабып берип коюшат. Значит, ошол жерде дагы майлуулугу бир даамдуу бар. Мына паядабы? Ооба, паяда. Мынакей достор. Визиткасын алдык. Жалпысынан ушундай бүгүнкү күнгө болгон жарманкедеги баалар бардыгын тартып көрсөткөн аракет кылдык. Биздин чыгарылыш 40 минутадан ашып кетти. Бул жерде биздин бир журналист кыз сүрөткө тартып жүрөт. Мына ушул арчанын түрлөрүн да сурап коелу. Арчалар кимден? Сизденби? Түрү бар экен да бул жерде, а? Мына не деген түрү? Я. Елтяншанский. Кандай? Елтяншан. Тяншанскийби? Бул канча сом экен? 1300'dan. 1300. Канча жылдык мынанын жашы? 7 yıl. 7 жылдык 1300 сом дейт. Эмне болчу кийинки? Tuya kalanavidный. Туя кандай? Kalanavidный. Туя калановидный деген түрү экен арчанын, а? Мынакей. Булардын кандай жыты барбы, кандай? Бул канча жылдык мисалы? 4 yıllık. 4 жылдык экен. Баасы канча мунун? 1800. 1800. Бул тез өсөт окшойт, а? Al batırağısı. Батыраак өсөт экен, шиш өсөт экен, а? Тик өсөт экен. Бул деле ошондой. Мынача? Yel kanatский. Канадский? Канададан чыкканбы? Голубой ел. Бул канча сом? 2000 сом. 2000 сом дейт. Бул канча жаш? 7. 7 жаш экен. Мына менен мына бирдей эмеспи? Бирдей ба? Мынанын түсү бир аз боозураак экен просто, а? Başka sortu. Башка сортубу? Ve местный. Бул местный экен. 1300'dan edi. Так. Мына болчу, бул деле ошодонбу? Мына канча сом экен? Кайсы түр бул? Kiçinekeleri 1300'dan. Не деген түр бул? 1300 сом дейт. Bunlar ile kiçinekeleri. Ушунун эле кичинеси экен мынакей. Так деп. Мыналар да сизденби? Sasna Krımskaya. Сасна кандай? Krımskaya. Сасна Крымская дейт. 1300 сомдон дейт. Бунун жашы канча? Yaşı 4 yıl. 4 жыл дейт. Сиз жалаң арча менен араликтенет окшойсуз, а? Karagay. Карагай менен араликтенет экен мынакей. Arça yok. Арча жокпу? Мына достор, ушундай карагайдын түрлөрү бар экен. Pay. Я, Pay. кайыңбайга барбы? Бул канча сом? 200 somdan 500 somga çeyim. Ак кайыңдар 200 сомдон 500 сомго чейин. Мына кичинеси не? Köçetleri. Мына ак кайыңдынбы? Ак кайыңдын көчөттөрү экен мына. Мына канча жаш мисалы? Канча жыл? 3 жылдык ак кайың экен. Açık bir şerge düşüp aldı. Negası gelip alıp geçti. Канча дедиңиз бааларын? 200дөн 200 somdan 500 somga 500 сомго чейин экен достор. Мынакей. Köçetleri Визитка сиздики да.
Декоративные растения дейт. Мына 6 түрі бар екен. Номері 505 01 00 43. Сіз қайерден келдіңіз, ака? Өзгөндөн келиптир. Мына оптум деле сатып бересиз, а? Үйүңүздө дагы бар. Бар. Мынакей 505 01 00 43 ушундай карагай өсүмдүктөрүн алгыңыз келсе, ушул номерге байланышыңыздар. Жаштарын, бааларын тартып көрсөттүк. Эми ушун менен биз бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Себеби бардык өсүмдүктүн түрүн, дан өсүмдүктүн түрлөрүн чагылдырдык. Сиздер болсо биздин каналга жазылыңыздар. Бул жарманка эртең дагы болот экен, эртең акыркы күн экен. Бүгүн үлгүрбөй жетишпей калгандар эртең келип алып кетсеңиздер болот. Ушун менен биз бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Ал эми сиздер болсо видео жакса лайк басып, комментарий калтырып, бөлүшүп, биз менен бирге болуңуздар.